Түркістан шаруалар шығынға ұшырап отыр. Нағыз ағын судың қажет уақытында қара суға қол жеткізе алмаған түркістандықтар қураған алқапты көріп қынжылып отыр. Ала жаздай төккен маңдай тер құрдымға кетті деген жер еңбеккерлері енді не істерін білмей дал. Мәселенің мән-жайын әріптесім Сандуғаш Байұзаққызы тарқатады. Жайқалған алқап көз алдымызда құрдымға кетті. Осылай деп түркістандық шаруалар еккен еңбекке қарап ашынады. Егістіктен мол өнім аламын деп жоспарланған. Бірақ бүгінде бұл сенім су сепкендей басылды. Бақша өнімдері де егілген ақ алтында қурап тұр. Су өзі 25 апрельде келді. Майдың 25-інде мақта егілді. 1 августта су тоқтады. Сонда бұл биылғы жылғы мақтадан да өнім онша күтілу қиындау. Мынау қазір мынау огород бақша дақылдары су болмаса ол уже болмайды. Сондықтан біз жоғары жақтан сұранатынымыз осы Түркістан қаласының аумағына тиесілі суды нормаға лайықтығып жеткізіп беруді қарастырмаса, бұл Түркістан көгерейін деп тұрған жоқ. Онсызда жыл өткен сайын егістік алқаптың көлемі қысқарып бара жатқанын айтқан шаруалар мына жағдай жығылғанға жұдырық болды деп ашынып отыр. Су бармайды, сонымен ақыр аяғында жоңышқа су болмады. Сонымен қазір 2 жыл болды, егіп баққан жоқпын, тастадым жерді. Шама келмейді. Жерден несібесін терген диқандар жылда тамыз айында осы келеңсіздікке тап болады. Бұл жылдағы үрдісті билік басындағылар да жақсы біледі. Өйткені көктемде бөген су қоймасына жиналған судың қоры бұл кезде таусылады. Бүгін су қоймасының су жетіспеушілігіне байланысты Бәйдібек ауданында Боралдай өзені бар. Сол Боралдай өзеннің суын жинауға арналған бір қосымша су қойма салу мәселесі ол 1-2 жылдан соңғы 3-4 жылдан бері көтеріліп, бүгінгі таңға инвестициялық ұсыныс дайындалды. Ол ұсыныс барлық келісім беретін мекемелердің келісімінен өтіп, сонымен қазір экономика министрлігіне жолданды. Тіршілік көзін таппай тағаттары таусылған түркістандықтардың бұл мәселесі 2015 жылы шешілуі мүмкін. Мамандардың мәліметі бойынша проблема министрлікте қаралып жатқан көрінеді. Сандуғаш Байұзаққызы, Қанат Ноғайбаев, Сұлтан Бақытжанұлы, ТВК телеарнасы.